Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ішінде тәтті салмасы бар блины пісіруді үйренеміз. Осы видеоны аяғына дейін көріп, комментарий, лайк қалдыруларыңызды сұраймын, және де менің каналыма тіркеліңіздер. Блинаны дайындауға қажет ингредиенттер: ұн, сүт, өсімдік майы, жұмыртқа, қант, тұз, ас содасы және қайнаған ыстық су. Сүтімізді ыдысқа құйып аламыз. Жұмыртқаны салып араластырамыз. Қант, тұз, ас содасын салып араластырамыз. Осы массаға ұнды салып араластырамыз. Өсімдік майын құямыз да араластырамыз. Қайнап тұрған ыстық суды массаға құйып, бір келкі масса ғып араластырамыз. Дайын болған массамыз сондай сұйық және қою болмау қажет. Табаданымызға өсімдік майын жағып, массаны құямыз, және де бір келкі етіп жайып аламыз. Дайын болған блиніміздің ортасына мен творожная масса мен бананды салма етіп саламын. Салмамыз дайын. Енді блинінің екі жағын бүгіп, формасын келтіреміз. Мен трубочка қалпына келтірдім. Жаңағы ингредиенттерден бізде осындай блиналар пайда болды. Міне, біздің блиніміз дайын болды. Өте жұмсақ, әдемі және де дәмді. Келген қонақтарыңызға, отбасыңызға осы блинаны дайындап берсеңіздер болады. Рахмет!